Barşаңызға сәлем бердім. Дені су адамды өткеніміз ойландырмай, қазіргіміз мазаламай, келешегіміз алаңдатпай қоймайды. Мен осыған байланысты екі тілде, датта және жергілікті газеттерде 18 мақала, 2 сұхбат, ютубта 19 бейнеклип жарияладым. Мақсатым дағдарысқа ұшыраған санамызды айықтырып, саяси әлеуметтік белсенділігімізді арттыру және ұшы қиырсыз мәселеге айналған өмірімізге биліктің назарын аудару бар болғаны осы. Апыр-тобыр шоуға айналған шаралармен, орынсыз эйфориямен Қазақстанның 3-ші конституциясын дүниеге әкелдік. Болар іс болды, бояуы сіңді. Дегенменен бір мәселе мазалауда. Ол алдарыңызға шығуға мәжбүрледі. Өкілеттігін атқару кезіндегі әрекеттеріне жауаптан босатылған президент демократиялық, құқықтық мемлекет құруы екіталай күмәнді. Тоқаевтың айтқаны бар. Мемлекет басшысы жалдамалы менеджер деп дегені шынайы болса, жауапкершіліктен қашқаны түсініксіз. Бұл жағдай түзетілмесе түбімізге жететін қатерлі тажалдардан жемқорлықпен өтірік, сыбайластықпен жағымпаздық, жауапсыздықпен бос сандырақ, ЧП-лардан ешқашан құтылмаймыз. Саясат бұлғаныш деген ұғым бар, бірақ оның қаншалықты лас болуы біріншіден халықтың рухының деңгейіне, екіншіден билеушінің арының тазалығына байланысты. Биік шыңның басына қанатымен самғап қыран да, бауырымен жорғалап жылан да шығады дейді қазақ. Философиясын түсіну қиын емес. Бұл мақалдың мәні мен практикалық қажеті өте зор. Оны дәлелдеуге бұрын айтылған бір пікірімді қайталауым керек. Орыс повторение, мать учение деп бекер айтылмаған. Биліктің ең биік шыңында табиғатынан тума дана, тәжірибесі мол, қара қылды қағжаратын әділ, халықтың даналығын, ғұлама ойшылардың өсиетін санасына сіңірген, ата-анасы, ұстаздары, әріптестерінен алған білімдерін, тәлім-тәрбиесін, өнегелі істерін жүрегімен сезініп, ақылымен түсінген, оларды адастырмайтын өмірлік маяққа ту етіп алған, жұрттың ықыласына ие болған, үмітін ақтаған, халықты сенімді одақтасы және тірегі санайтын, қандай жағдай болмасын, моральдық қасиеттерді іс жүзінде мемлекеттік және ұлттық мүддесіне шексіз адал қызмет етуде мызғымайтын ұстанымына айналдырған адам тұрса, саясат соған лайық болып қалыптасады. Бұл аксиома. Аталған тілектер негізінен мемлекеттік қызметкерлердің әдеп кодексіне қарастырылған. Өкініштісі орындалмайды. Оларды идеалистің жүзеге аспайтын қиялы деуге келмейді. Әрине, сүттен ақ судан таза, бәрін жетік білетін адам болмайды. Бірақ қалай болғанда да мемлекетті тұлға басқаруға тиісті. Маңызды жағынан бұл ең күрделі мәселе. Өркениетті жолды таңдау, жан-жақты жетістікке қол жеткізу тікелей осыған байланысты. Ешкім әділ сыннан, заңдылықты сақтаудан тыс болмау керек. Олар жоқ жерде ақмақтық орын алады. Егер осы ақиқаттарды Қасым-Жомарт Тоқаев әр қайсымыз түсіне алмасақ, шарасыз күйден шыға алмасақ, болашағымызға өз қолымызбен көр соқырлықпен опасыздық жасаймыз. Бұдан асқан сорақылық бола ма? Қорытынды, мүшкіл жағдайымызға тек билікті ғана айыптау, ағаттық, баршамыз кінәлі екенімізді түсінгеніміз абзал.
алайда келешектен күзер үзуге хақымыз жоқ. Ол үшін халықпен шенеунікті бір кісідей жұмылып, ауызбірлікпен ата заңның талаптарын мүлтіксіз орындауы қажет. Әкімшілік ресурстар биліктегілердің қолында, сондықтан бастама солардан болуы шарт. Қашан түсінесіңдер? Қолдарынан келмесе, аяққа оралмаңдар, басқа не айтуға болады? Тізгінді қолдан шығарып, барымыздан айырылып қалмайық ағайын. Аман сау болыңыздар. Өмірсерік Көпжасаров.